Дроптар жайлы айтатын боламыз. Жалпы дропты қандай кезде қолдануға болады, жалпы қандай кезде мүлдем дроппен істесудің қажеті жоқ. Дроп деген жалпы бір сөзбен айтқанда ол бір сенімді адам, яғни басқа жақта отқан адам. Не болмаса сол басқа жақта отқан адам, яғни ол жай адам емес, жаңағыдай бір банк шоты бар адам, иә, мысалға білмеймін, бір Индонезияда отқан, Таиландта отқан, білмеймін, бір Түркияда отырған, болмаса бір Грузияда отырған деген сияқты бір әтеуір бір елде отырған адам сол кісінің банк шотын қолданып, не болмаса бір сол кісінің бір аккаунтын қолданып деген сияқты бірлесіп істеу, яғни ол жағдай дроп деп аталады, яғни сізге көмек тиіп тұрған адам. Дроппен істесу деген сол жалпы. Енді ол дроптар жалпы қай жақтан келеді? Көп жағдайда көп эксперттерді мен білемін, Қазақстанда үйретіп жүрген, олардың барлығы осындай дроптар беріп жатады, бірақ андай бір арнайы телеграм каналдары бар, оның ішінде шынымен де істесетін адамдар бар, основной бір 90% өтірік алдап кететін адамдар. Өтірік алдағысы келмесе де кейбір моменттерде сондай ситуация болып қалады. Ол қандай ситуация екенін қазір толығырақ айтып өтетін болам. Жалпы қараңыздар, сондай болады, например, сіздер егер жаңағыдай егер эксперттер болмаса, басқа жерлерден естіңіздер, бір елмен связка шықты. Например, Колумбия елмен связка шықты. Енді сол Колумбияда бір адамның танысы бар. Сол арқылы жасайын деп жатсыздар. От сол кезде прямой ақшаны жіберіп, не болмаса сол адамнан прямой жаңағыдай USDT беріп, одан кейін барып ақша алуға негізінде болмайды. Болмайды дегенде қалай? Енді басында істесулеріңіз мүмкін, не болмаса сол адамдар сізді лақтырып кетуі мүмкін. Окей, ол адамдардың бір адамгершілігі болған болуы мүмкін, яғни сіздерді лақтырмауы мүмкін, яғни бір-екі рет істескен болуларыңыз мүмкін. Бірақ та өзімнің тәжірибемде мынандай жағдай болған. Қараңыздар, дроппен істесіп жатырмыз бір елмен, сол кезде біздің елден ақша кетеді, бірақ сол елдің банкіне барып, яғни ақшамыз тұрып қалады. Сол моментте ол ақшаны ешкім бізге шешіп бермейді. Яғни ешкім дегенде біз сол дропқа звондаймыз. То есть енді проблеманы шеше деген сияқты. Ол ладно дейді да, бірақ кәдімгідей бір кіріспейді. Неге? Өйткені ақша біздікі, оның өзінің қалтасынан шыққан жоқ, оның іш жері ауырып тұрған жоқ, былайша айтқанда. Мына жақта сіздің ішіңіз күйіп өледі, былайша айтқанда, және де қиын болады. Яғни сіз осы елден сол елге барып, сол банкке барсаңыз, сіздің ақшаңыз ғой енді. Барсаңыз да сіз ол проблеманы шеше алмайсыз. Неге? Өйткені сіздің ар жақтағы дробыңыздың ақшасы. Сондықтан да бұндай дроптармен негізі жылайтыны істеспеген дұрыс. Яғни телеграмда істесіп жатқан адамдардың көбісі осындай ситуацияларға, осындай бір енді ондай ситуация болмаса да, жаңағыдай прямой алданып қалып жатады. Я, давай біз істесеміз, осындай связка бар деген сияқты айтады. Бірнеше рет істеседі, одан кейін крупный ақша болған кезде основной лақтырып кетіп жатады. Сондықтан да жылайтыны дроппен істеспей қойған дұрыс. Лучше, егер прям ақшаңыз бар ма, например, енді международный связкаларды жалпы айта кетейін, көбісіңіз білетін шығарсыздар, көбісіңіз білмейтін шығарсыздар. Международный связка негізі үлкен суммалармен основной жасалынады. Кейбір елдерде $3000-мен, кейбір елдерде $10,000, кейбір елдерде $20,000 деген сияқты үлкен суммалармен жақсы жасалынады. Сіздер ақыры сондай суммамен жасап жатсыздар ма, сол елге барып келуге бір 4-5 күн уақытыңызбен бір 300-400 мың теңге ақшаңызды қия салғандарыңыз дұрыс. Ертеңгі күні сол бір $10,000 құр босқа ауада жатып, мына жақта күйіп пісіп қиналғаннан қарағанда, лучше өз атыңыздан барып ашып келгендеріңіз дұрыс. Яғни шетелмен бір связка алдын ала білсеңіздер, ешқандай дроппен істесудің қажеті жоқ. Жалпы мен өзім дроппен істесуді былайша айтқанда жөн көрмеймін. Сіздерге совет ретінде айтпаймын. Жылайтыны, бір сөзбен айтқанда, өздеріңіздің аттарыңыздан ашқандарыңыз дұрыс. Және де мынандай жағдай болады. Егер прямо сіздің бір туғаныңыз, не болмаса қатты араласатын досыңыз болса, сіз сол кісінің шоты арқылы мүмкін жасап көрсеңіздер болады. Сондай дроптармен істесуге болады. Былайынша сіз телеграм басқа жақтардан тауып алып, или болмаса білмеймін, сол бір эксперттердің бере салған нелеріне қарап, то есть связкаларына қарап тупо жасаудың қажеті жоқ. То есть ол адамдардың дроптарымен, яғни істесудің қажеті жоқ.
ол эксперттер сізді жай ғана ақша тапсын деп просто ол адамды бере салды. Ол адам қандай екенін ол эксперттің өзі де білмейді, сіз де білмейсіз. Мүмкін басында істескен болуы мүмкін, бірақ жаңағыдай бір проблемалар туындаса, ол дроптарыңыз сізге жаны ашымаса қатты, онда құр босқа өзіңіз жүріп қаласыз, ақшаңызды мүлдем ала алмай да қалуларыңыз мүмкін. Қаншама адамдарды білем, маған келіп жазып жатқан, именно инстаграмма, дайректерме жазып жатқан, именно Қазақстанда мықты эксперттер бар, үйретіп жүрген да, типа енді олардың енді маркетингі мықты шығар, енді олар кішкене біреуді жамандаған болмай ақ қойын, ладно, ол неден өтіп кетейік, бірақ именно сондай эксперттердің адамдары да маған келіп жазады, осындайдан оқып едім, осынша ақшаға алданып қалдым, осындайдан оқып едім, осынша ақшаға алданып қалдым деген сияқты, прям алды $70,000 бастап, арты прям 300-400 мыңнан бастап алданып жатқандар көп. Яғни жазып жатыр, естіп жатырмын қаншамада. Сондықтан да бұндай нәрсеге кішкене абай болып жұмыс жасағандарыңыз дұрыс. Жалпы айтайын дегенім, дроппен көп жұмыс жасаудың, жақындасудың қажеті жоқ. Егер связка таптыңыздар ма, нақты сол елге барып, ақшаларыңызды қиып, жасап келгендеріңіз дұрыс. Жалпы осымен дроп жайлы сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Егер түсінікті болып жатса, осы уақытқа дейін өткен сабақтарыңыз түсінікті болып жатса, үйреніп жатсаңыздар, мүмкін пайда тауып жатсаңыздар, комментарияға қалдырып кетіңіздер, инстаграмда бөлісіңіздер осы ақпараттардың барлығын. Бұл ақпараттардың барлығын сіздерге мен былайша айтқанда өз тәжірибемнен, өзімнің басымнан өткен және де өзімнің қасымда айналысатын әріптестерімнің бастарынан өткен тәжірибені сіздерге былайша айтқанда беріп жатырмын. Мүмкін сіздерге қазір естіп жатқан кезде жай сөз ғана болып көрінуі мүмкін. Бұл тәжірибе бізге дейін жеткенге дейін біз қаншама ақша жоғалттық, қаншама адамдардың ақшалары жоғалды, қаншама алаяқтардың түрлерін кезіктірдік, например, да. Сіздер сонда солардың біріне де ұрынбайсыздар. Главный, менің айтқан сөздерімді дұрыс тыңдап, дұрыс түсінген болсаңыздар. Жалпы, егер дұрыс түсінбей жатсаңыздар, видеоны қайтадан көріп шығыңыздар. Бұл сабақтардың барлығы жай сабақтар емес, адамдар беріп жатқан, мүмкін маған сенбей, басқа адамдардан да эксперттердің курстарын сатып алып көрсеңіздер, сол кезде просто так салыстырып көріңіздер, Мүмкін осы жерде қарап отқан кісілер, мүмкін оқып алған кісілер де бар шығар, арбитражды. Сол кімнен оқыдыңыз, бірге салыстырып көрсеңіз, даже комментарияға жазып кетсеңіз болады, қалай болды, не болды деген сияқты. Мен сіздерге былайша айтқанда бәрін ашып түсіндіріп жатырмын. Бұл сіздерге даже осы дроптар туралы информация болмаса, алаяқтарға алданып қалмау туралы информацияның өзі негізі өте үлкен информация. Неге? Қарапайым айтып кететін болсам, алдындарда да мен стористарға салып жүрдім. Алаяққа алданған, 800 мыңға алданған, миллионға алданған, мысалға да. Алдында мен сторис, то есть сабақтарда айтып кеттім ғой. Жалпы ютубтан жаңағыдай связка көре салып, оны істеуге болмайды деп. Көп адамдар жаңағы бір курсқа 200-300 мың теңгесін қимай келіп, то есть сол бармай бірден ютубтан қарап связка дегенді жасап 800-900 мың, миллион, $10,000 деген сияқты жалпы сондай ақшаларға қадалып жатқандар қаншама. Ал мен соның бәрін жинап сіздерге жай ғана осы бір 20 мың теңгеге былайша айтқанда беріп отырмын.